Достар, қазір бір Жыланды ауылынан шығайық деп жатырмыз. Міне көліктерімізге заттарымыздың бәрін салып. Мынау Жыланды ауылы, білесіздер ме, не үшін Жыланды деп аталған? Енді жігіттердің айтуы бойынша Жыланды деп аталу себебі 1935 жылы бұл ауыл Карл Маркс ауылы деп құрылған. Сол кезде бұл ауылдың маңайында жыландар өте көп болған екен. Сол жыландарды кетіру үшін тікенектерді көп өсірген дейді. Сол тікенектерді өсіргеннен кейін жыландар қашып жоқ болып кеткен дейді. Осындай бір сіздерге бір ақпарат беріп отырмын. Бүгін экспедицияның екінші күні, ал серия бойынша экспедицияның үшінші сериясы. Достар, міне екі көлігімізге осылай киініп алдық. Басты мақсатымыз қазір демалып, көлге барып, Алакөл көліне барып, сол жерде біз шамамыз келгенше әйтеуір жегенге бір балық ауласақ, сөйтіп өздеріңізбен осы жақсы контентті бөлісеміз, достар. Так что бірге болыңыздар. YouTube-қа бұны түсіріп жатырмыз. YouTube-қа да жақсы серия болып шығады. Сол үшін YouTube-тегі Май Қазақ парақшасына да тіркеліп алыңыздар, достар. Жалпы еліміздің көрікті жерлерін бірге аралайық.